Ассалаумағалейкум құрметтілер, сіздермен бірге ағартушылық бағыттағы жоба Білте подкаст арнасы каналға тіркеліп, бөлісіп отырыңыздар, пікір қалдыра отырыңыздар. Енді жобамыздың басты серіктесі әрі демеушісі Атлас туризм компаниясы. Сапалы әрі сенімді сапар Атлас туризммен бірге. Енді бүгінгі тақырыбымыз өткендегі жаңағы приоритет дедік, жалпы өзіміздің өміріміздегі басымдық беретін істер. Соны жалғастыра отырайық. Студиямызда енді ұстазымыз Нұр-Мубарак университетінің аға оқытушысы, ғылым докторы, ризық және табыс кітаптарының авторы Құрманғазы Тұрмахан ұстазымыз. Енді 5 сәулеттің ішіндегі жанды айтып өтейік. Хифзун нафс деп айтады оны. Жан деген кезде біз басында да айтып өттік, қысқа түрде. Оны хифзун нафс деп айтады. Нафс деген жалпы тәнді де жанды да айта береміз ғой. Оның ішіне рух кіреді, оның ішіне адамның көңілі кіреді, оның ішіне адамның жаңағы жанымыздың орны болған тәнде кіріп кетеді. Сонда жанды қалай сақтаймыз енді? Былай ғой, жаңа біз айттық, бесеуі әрқайсысы өз бір-бірімен жаңағы жеке-жеке тұрғанмен де бір-бірімен өте тығыз. Арды айтқан кезде ақылды айтамыз, арды айтқан кезде жанда кіріп кетеді, немесе дінде кіріп кетеді. Мысалы, араққа ақша жұмсайтын адамдарды айтайық. Ол өзінің дінін жоғалтып алады деп айттық қой. Сонда ол дінінде, өзінің отбасында, өзінің жұмыс істеу қабілетінде жоғалтады, және де ол ақылына зиян келтіреді. Сонда мынандайдан айырылып қалады екен да. Бақара сүресінде айтады ғой. Инни жаилун фил арди халифа. Періштелерге айтады, мен жер бетінде өзімнің орынбасарымды жаратам дейді. Бұл Алланың жалпы жер бетінде бәрі жүйемен ғой негізінде. Сол жүйеде, сол бір заңдылықта мынандай бір өкілдік деген заңдылық бар да. Өкілдік заңдылық. Қалай? Біз Алла Тағаланың жер бетіндегі өкіліміз ғой. Өкіл деген кезде ол енді былай емес та, тіршілікті қирата беру емес. Суды лайлап, жаңағы табиғатты ластап, жалпы су болсын, басқа ресурстар болсын, қалай болса солай жұмсап, өзінің жаңағы өзімшілдігіне мініп, олай етіп болмайды. Неге? Өйткені жер бетін бізге мирас етіп берген Алла Тағала. Біз орынбасар деген кезде оны шексіз түрде пайдалану емес, саналы түрде пайдалану үшін біз орынбасар болып жүрміз. Қалай? Ислах фил ард деп айтады оны. Жер бетін не істеу керек? Абаттандыру керек. Жер бетін жалпы құнарлату керек, гүлдендіру керек. Біз сол істе біз орынбасармыз. Немесе жаңағы бар нәрсені, аңды, табиғатты қиратып, бәрін өзім ала берсем, бәрі мен үшін жаратылған деген ұғыммен пайдалануға болмайды. Ол кезде Алла Тағала бізді ол кезде не істейді? Орынбасарлықтан алып қояды. Өкілдік қызметтен алып қояды ол кезде. Мына көшеде көп байқаймыз ғой енді, жаңағы үйлерде, тұрғын үйлердің аулаларында темекінің нелері жатады да, жаңағы шегіп болғаннан кейін. Енді көзбен көргеннен кейін ескертеміз да, аға бауырым лақтырмас. Бәрін күнде көре бермейміз ғой. Бірақ өте көп шегіп тұрып, ойланбай былай лақтыра салады да. Енді бұл кісілерге де бір тілі да негізі. Я мен өзім тұратын тұрғын үй кешені деп айтамыз біз. Сол жерде жаңағы жасыл күнде таңертең ол жасыл шөптер суарылады. Оған тұрғын үйдің жаңағы тұрғындардың бәрі әрбір отбасы төлейді. Белгілі бір мөлшерде. Енді оны мен балаларға ескертемін. Кейбір ересектерге де ескертемін. Әйелдер болса ескерте алмаймын. Енді жаңағы бейтаныс бір әйелге ескертіп жатуды мен өзім кішкене ыңғайсыз санаймын. Бірақ еркектер болатын болса ескертемін. Неге? Таптап жүре береді. Мен өзім тек жолмен ғана жүремін. Көкте ешқашан баспаймын. Өйткені ол тұрғындардың хаққысы. Көріңіз. Және де адамдардың көз хаққысы бар. Ол жасыл деген көзді демалдыратын түс қой негізінде.
соны жасылды басып жүру ол адамның көпшілік тұрғындардың құқықтарын басу деген сөз ғой. Иелемей. Иә, оны елемейді. Бірақ ол елемеді деген сөз, ол біз айтып өттік, дін дегеніміз не? Ол адамзаттың тіршілік ету жүйесі. Жүйе болған кезде қандай деген кезде ол не өзімен қатысты, айналасымен қатысты деп айттық қой. Айналасы деген сөз ол табиғаттар мысалы. Ол жерде адамдардың да хаққысы бар. Оны елемей өту ол деген сөз алдағы күндерде адамға өзіне, баласына, малына, ісіне келетін, тәніне келетін зияндардан сақтанбау деген сөз ғой. Өйткені аятта айтады: «Хәл жазаул ихсани иллал ихсан». Жақсылық етушілердің қарымтасы, алатын ақысы, сыйы жақсылық қана емес пе деп айтады. Солай ғой. Ал енді сол секілді жаман ететін, жамандық жасайтын адамдардың да алатын сыйы, тырнақшаның ішінде, ол не болады? Жамандық болады екен. Мына бір сөзді айтады, енді бір хикмет сөз, кәмә тадину тудан деп айтады, өте бір белгілі сөз. Шариғатта қолданады осы сөзді негізінде. Ол деген сөз, сен қалай тіршілік ететін болсаң, солай нәтижесін көресің деген сөз ғой. Жақсылық ететін болсаң жақсылық, жамандық ететін болсаң жамандық. Оны да бір аят айтады ғой. Адамзат титіндей бір тозаңның салмағындай жақсылық жасайтын болса, оны көреді. Жамандықта да сондай тозаңның салмағындай бір. Тозаңның салмағындай деген сөз ол әрине тура мағынасында емес, яғни еленбейтін деген сөз ғой. Адамдар еленбейді, ескермейді. Жамандық жасап жүре береді, сол өміріне, тұрмысына келеді сол. Көрдіңіз. Енді біз айтамыз, оның айтып жатырмыз ғой, оның малына келер, баласына келер, өзіне келер, ісіне келер, денесіне келер. Әйтеуір бір суретте келеді. Оны Алла әділ ғой. Әрине, Алла жалпы әлемді әділдік жүйесіне жасаған. Оны жаңағы не деп айтамыз? Баланс дейді. Ол аятта келеді, Рахман сүресінде. «Уәссама рафа'аха ва вадa'ал мизан» дейді. Мизан деген таразы. Таразы деген не? Ол жаңағы балансты ұстап тұратын құрал ғой. Соны түсір дейді жер бетіне. Таразы түсір дейді жер бетіне. «Ва ақимул вазна бил қисти ва ла тухсирул мизан» аятта айтады. Олай болатын болса, тіршіліктеріндегі таразыны дұрыстап қойыңдар дейді. Тепе-тең. Сол кезде не істеңдер? Бір таразының бір жағын төмен түсірмеңдер дейді. Ол деген сөз не? Мысалы, жанды қорғау бар, тәнді қорғау бар. Жанды қорғаймын деп, тәнді қорғаудан жаңағыдай алыстап кетуге болмайды. Немесе керісінше, тәнге қана басымдылық беріп, жанды қорғамай қойса, онда болмайды. Бір хадис айтады: «Инна ли жасадика алейка хаққан». Тәніңнің сенде хаққысы бар дейді. Тәніңнің сенде хаққысы бар. «Инна ли айника алейка хаққан». Көрдіңіз бе? Сенің екі көзіңде сенен олар ақысы бар дейді. Сонда не болу керек? Түнде ұйықтау керек. Көрдіңіз бе? Ал түнде сағат 2-ге шейін жаңағы көп балалар бар, телефон қарап отыратын. Ол ертең хаққысын алады ғой, көз. Қалай хаққысын алады? -5-ге, -7-ге көз әлсіреп кетеді. Және де не дейді? «Инна ли нафсика алейка хаққан». Сенің жаныңның сенде аларына хаққысы бар дейді. Яғни біздің жанымызда азығын бермей қойсақ, азығы деген жаңа айтып өттік. Ол ілім іздеу. Терең ой. Терең ой. Ол ақыл жүгірту, жан-жаққа қарау, жақсы адамдармен сұхбаттасу, жалпы жақсылық жасау. Ол адамның, мысалы сіз бір жақсылық жасаған кезде өзіңіз бір жаныңызда бір тоқтық сезесіз ғой. Рахаттан. Бір рахаттанып қаласыз. Біреуге сыйлық берсеңіз, біреуге жақсылық жасаңыз, біреудің проблемасын шығарып берсеңіз, мысалы, сол кезде біреудің жаңағы ауырлығын жеңілдетсеңіз, хадисте келеді ғой: «Яссиру ва ла туассиру». Жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. Және де бір хадис айтады: «Ман яссара аля мусирин» дейді. Кім ауырлық жаңағы қиналып тұрған адамның жұмысын жеңілдетсе, көрдіңіз бе? Дүниеде де, ақыретте де оның ісі жеңілдейді деп айтады. Сонда бұлардың бәрі жанның ақысы екен да. Ақысы дегенде жанның азығы. Жан азығын алып тұратын болса, өзінің ақысын алған болып есептеледі. Табыс кітабынан кейін сіздің іштерінде бір мысалдар бар. Біздің үйде, яғни тұрғын үйде жуатын кісілер болады енді. Сол кісілерге
сәлем беріп өткеннің өзі қарапайым мәз болып қалады ғой ол кісілерге. Саламатсыз апай, қалайсыз, рахмет, алла разы болсын сізге деп айтып жатамын мен. Мысалы қызыма да кіріп келе жатқан кезде рахмет деп айт деп жаңағы айтып жатамын, рахмет. Қуанып қалады да. Былай ол кісілерге бір андай бір сыйлық апарып ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Жаңа сіз айтқандай сол табыстың ішінде бар бұл мысалдар, лифтке деген мәселелер бар да. Жанның азығы да. Адам сол бір мынау қажала беретін нәрсе, сол жаны жүдеу болған кезде жаңағы біте беретін болып тұр ғой. Мен негізі солай өзім түсіндім да. Жаңағы сол кітаптың ішінде бір мысалдан кейін өзім сөйтіп бір әдетке айналдырып жүрмін да. Жаңағы енді оқырмандарға да бір ой болсын деген мақсатта ғой. Сол кітаптың ішінен алынды. Енді дұрыс қой, ол жақсылықты айта жүру керек. Оның бірі де көпшілік айтады, мынау рия болып кетті, мақтан үшін айтып жатыр деп айтады. Ол мақтан үшін емес, ол жерде жаңағы жақсылыққа шақыру үшін айтып жатырмыз біз, иә. Сол. Енді жаңағы жан деп айтып жатырмыз ғой. Осы біз жанды қазақ айтады ғой. Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деп айтады, иә. Бұл да жаңа 5 зәрул деген сөз ғой. Енді ол бұны айтсаңыз, мысалы кейбір адамдар айтуы мүмкін, араб құлдар немесе жаңағы діншілдер деп айтуы мүмкін. Жоқ, діншілдер де емес, араб құлдар да емес. Бұл жерде әңгіме тереңірек. Ол бәрімізге қатысты. Оны сіз мойындасаңыз да, мойындамасаңыз да, жалпы діннен алыспын деп айтсаңыз да өзіңізді, бұл аталарымыз да соны айтып өткен. Аталарымыз оны өзіне жеткілікті болса өзіне айтпай ақ қойар еді. Негізінде оны өсиет етіп, өлеңдетіп соны айтып өткен. Шәкәрім атамыз айтады ғой, жаңағы сөйтіп ақыл бере алмай адал көмек дейді. Көріңіз, ақылды айтып жатырмыз. Ол жаңа айтты ғой, ақыл бәріне қатысты, тәнге де қатысты, дінімізге қатысты, жанымызға, абыройымызға да қатысты, ақшамызға да қатысты екен. Сөйтіп ақыл бере алмай адал көмек. Зұлымдықпен адамды адам жемек дейді. Көріңіз, зұлымдықпен адамды адам жемек. Адал еңбек, ақ пейіл, мейірім жоқ дейді. Көріңіз, адал еңбек, ақ пейіл, мейірім жоқ. Көріңіз, осы болар таза ақыл өлді демек дейді. Сонда қазір көпшілігіміз таза ақыл емес, кірлі ақылмен жүрміз. Көріңіз, яғни қалай ананы қалай алдап кетуге болады, мынаны қалай да жаңа тонап кетуге болады, ананы қалай бизнесін тартып алсам болады. Сонымен ақылдасады адамдар. Сонымен жаңа кеңес алады адамдар бар. Анау жаңа салықты қалай төлемей қоюға болады? Бар ғой. Көп желіде осындай. Сонымен ақша тауып жатқан адамдар бар. Анау жаңағы айыппұлдан қалай қашуға болады? Айып жасадыңыз ба? Демек төлеуіңіз керек ол нәрсені. Өйткені сіз тәртіпті бұздыңыз. Тәртіп. Бұл жерде бұл жаңағы ішкі істердің немесе бір мекеменің белгіленген заңы ғана емес ол. Жалпы Алла тағала кейбір адамдарға білім беріп, сол нәрсені қойдырған жүйені. Мысалы біз көлік жүргізген кезде бір жылдамдықтарды асып жүретін болсақ, жұртта айтады, мысалы жерде камера жоқ екен, жаңа газды басып тездетейік деп айтады. Камера жоқ болса да Алла көріп тұр ғой. Негізі ол Алла қойғанда бұл жүйені негізінде. Неге? Өйткені ол сіз үшін, сіздің астыңыздағы көлігіңіздің амандық үшін, және де өзге адамдар үшін, жан-жағыңыздағы, олардың да көлігі үшін тәртіппен жүру керек. Солай. Сондықтан не істейміз? Бұл мәселе бұл камера емес, немесе адамдардың көзі ғана, біреу көріп тұрғаны емес, жалпы өзіміздің арымызбен таза болу керек екен. Сол кезде ар сақталады екен да. Бағанағы айтқан сол таза ақыл болмай тұр ғой негізі Шәкәрім атамыз. Таза ақыл. Жаңағы көп адамдар айтады ғой, мысалы мынаны бүйтсең мынадай сома шығарып берем, мысалы мемлекет мынадай беріп жатыр, мынаны сөйтсем мынандай болады деп. Оның барлығы жақсы ғой, әрине, бір деңгейде қараған кезде. Бірақ егер хақсыз болатын болса, әрине, ертең мысалы кейбір кісілерді көреміз, зейнеткерлікке мынандай жаңағы ақшамен шығарып берем деп айтады. Ол жерде егер адамның зейнеткерлікке шығайын деп тұрған адамның хақысы бар болатын болса, әрине, енді құба-құп, ол енді дұрыс. Ал егер болмаса ше, ол болмаса не болады? Онда мемлекеттің қазынасынан кетеді ғой ол адамға. Ал мемлекеттің қазынасы деген сөз ол адамдардың салығынан кетеді. Көрдіңіз бе, баршамызға, ол сізбен бізге бәрімізге қатысты нәрсе болады.
ал енді бәрімізге қатысты жұмсалғалы тұрған игілік, яғни ақша, ол тек бір адамның ғана лайықсыз түрде бір адамның қалтасынан түсіп жататын болса, онда ол жаңағы көмектесетін адамдарды біз қолдамаймыз. Онда көрдіңіз бе, онда өте біз не істеген боламыз, өзімізге өзіміз жамандық жасаған боламыз. Осы 5 зәрулікті сақтауымыз керек. Енді осыны айтсаңыз, сенбейді ғой былай адамдар, енді мән бермейді. Жаңағы бұл енді оқырмандар байқасаңыздар, біз о бастан тіршілігіміздегі басымдық деп алдық қой, приоритет деп. Сондықтан 5 зәруліктің ішінде біраз нәрселер бар, енді өздеріңіз көріп отқандарыңыздай. Яғни бір аят айтады: «Уалақад каррамна бани Адам». Біз адам баласын ардақты еттік дейді. Сөйтіп жараттық дейді. Бірақ енді ардақты еттік деген кезде, егер жаңа біз 5 зәрулікті сақтамасақ, яғни өзіміздің абыройымызды, арымызды сақтамасақ, немесе ақылымызды сақтамасақ, оны түрлі нәрсемен уландырсақ, немесе дінімізді сақтамасақ, дін деген жаңа айттық, ол бір жүйе деп айттық. Көрдіңіз бе, өзімізбен, жаратушымен, немесе айналамызбен, қоғаммен, табиғатпен қарым-қатынасымыз негізінде. Соны айтамыз дін деп. Ал жаңағы намаз, олар ораза, олар ішіндегі рәсімдер өтелетін. Әрине, оларды біз жоққа шығарып жатқан жоқпыз, немесе кемсітіп жатқан жоқпыз. Олар да діннің тірегі. Біздің жаңға мысалы, мен не үшін жамандық жасамайын, немесе не үшін ана адамның малын тартып алмаймын, немесе ұрлық жасамаймын, өйткені мен намаз оқитын адаммын. Көрдіңіз бе? Қалай? Өйткені аят айтады: «Инна солата танха анил фахша уал мункар». Шынында да намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды дейді. Міне көрдіңіз бе? Сонда мені егер мен тыйылмасам, намаз оқи жүріп, ондай арсыздықтан, жаман істерден тыйылмайтын болсам, онда менің намазым аятта айтылған намаздың сапасында емес та. Умраға баруды жоспарлап жүрсіз бе? 16 жылда 70 мыңнан астам қажыны ұлы сапарға жіберген Атлас Туризм компаниясы сіздің де умра сапарыңыздың сенімді серіктесі болуға дайынбыз. Эйр Астана әуе компаниясымен ұшып, 4-5 жұлдызды қонақ үйге тұрақтап, білікті гид-ұста жетекшілігіңізбен умраңызды атқарыңыз. Сіздің қасиетті мекендегі құлшылыққа толық көңіл бөлуіңіз үшін сіздің барлық жағдайыңызды толық қамтамасыз ететін боламыз. Ұшу Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау қалаларының жүзеге асады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерге немесе описаниядағы ссылкаға өтіңіз. Ол жаңа айтты ғой, аят айтты, біз адамзат баласын ардақтадық. Ол қалай болды? Мысалы, ақыл берді. Тіршілік иелеріне ақыл берген жоқ. Бізден үлкен, мысалы, мақұлық, кит болсын, піл болсын, түйе, ат бізден күшті негізінде. Бірақ оларға ақыл берген жоқ, біз оларды басқарып отырмыз ғой. Солай ғой. Алла Тағала бізді солай ардақтады. Енді ол ақылды қалай сіз арақ ішіп уландыруға, немесе дамытпауға саласыз, көрдіңіз бе? Біз қалай сонда ардақты болады екенбіз Алла Тағаланың алдында? Ақылымызды өсірген сайын, абыройымызды өсірген сайын, жанымыз бен тәнімізді қорғаған сайын, Байтқан сайын. Діндегі орындама дегенді орындаған сайын, орында дегенді орындап, орындама дегеннен бас тартатын болсақ, сонда біз ардақты бола түседі екенбіз. Әлемнің алдында, Алланың да, жалпы әлемнің алдында ардақты бола түседі екенбіз. Енді жаңа айттық, сіз сұрадыңыз, діндегі жаңа намаздың орны қандай деп. Намаз арсыздықпен. Арсыздық жаңа ар сақтау бізге уәжіп болып тұр ғой. Жамандықты. Мысалы, жамандық жасап біреудің жаңа айтқан сияқты бизнесін тартып алады. Ақшасын тартып алады. Айдап салады бір-біріне. Бір-біріне айдап салады мәселен. Солай. Сонда егер намаз сондай жаманшылық пен арсыздықтан тыятын болса, онда неліктен адамдар тыйылмай жүр деген сұрақ болады.
сол көп сұрақ. адамдарда мынандай сұрақ болуы мүмкін. Біз намаз оқитын адамдарды білеміз, бірақ ол мынандай істейді Бірақ ол алаяқ дейді. көрдіңіз бе? Көпке танымал сөзбен айтады. Уәде береді, орындамайды дейді. Енді ол тыйылу керек еді ғой. Оған жауап мынандай болады: намаз аятта айтылған сияқты тияды, бірақ ол сол айтылған намаздың сипатында болса. Егер мен намаз оқимын, біреудің малын алаяқтық жолмен немесе сапасыз затты сапалы деп алдап сатумен ақша тауып жүрген болатын болсам, менің намазым бар, ол факті. Ана жақта аят айтып тұр, жамандықтан, арсыздықтан тыяды деді. Ал мен намаз оқып жүрмін, бірақ тыйылмадым. Намаз оқып жүргенім өтірік емес. Аяттың да айтып жатқаны ол өтірік емес. Бірақ мен неге тыйылмай жатырмын? Онда былай болады да, мен намаз оқып жүрмін, бірақ менің намазым аятта сипатталғандай намаз емес та. Яғни Солай ғой. Ондай күші жоқ намаз. Содан кейін мен тыйылмай жүрмін. Яғни сырт келбеті бар, сыртқы көрінісін көреміз, бірақ жаңағы айтқан ішкі қуаты жоқ. Сондықтан аятта айтады ғой, көп деген аятта айтады, ақиму ссала дейді. Ақиму ас-сала. Ол деген сөз не? Көпшілік ойлайды былай, ақиму ссала деген намаз оқыңдар деген сөз деп. Жоқ, ол намаз оқыңдар деген сөзден бұрын оның мағынасы бар ғой. Ол солла юсалли, ол намаз оқу. Ал ақиму ссала, намазды, оқыған намаздарында өмірде, тіршілікте тірілтіңдер деген сөз ғой. Яғни мен мысалы намаз оқыдым ба, намаз мені аят айтқан секілді жамандықтан, арсыздықтан тыяды екен. Ал ақимуссала деген сөз көптеген аяттар келген осы жайлы. Ол мен жаңағы оқыдым ба, намаз мені тыятын болды ғой жамандық пен арсыздықтан. Енді намаздан шыққан кезде намаздың сыртындағы ісім бар ғой, күнделікті тіршілігім. Сол жерде жаңа намаздан алған үйренген нәрсемді, тәрбиемді өмірде қолдану, тіршілікте қолдану. Яғни мен мысалы уәде бердім ба, орындауым керек. Өйткені мен намаз оқимын. Біреудің малы маған харам ба, харам етілген ба, жақсы, мен оған жоламаймын. Неге? Мен оны намаздан алдым. Көрдіңіз бе? Бұлай бағанағы айтқан дін бір жүйе деген осы ғой. Яғни менің намаз иқамату сала, намазды тірілтуім, намазды тұрғызу, намазды орындауым. Мысалы бір қабырғаны тұрғызамыз ғой біз. Оны иқаматул бина деп айтады. Көрдіңіз бе? Мысалы сіз бір үй соғып жатсыз, немесе қора соғып жатсыз. Не істейсіз? Баспана болу үшін қабырғаны тұрғызасыз. Бір аят айтады, ақим уаджхака лиддини ханифа. Жүзіңді таза дінге қарай бұр дейді. Бұл жүз емес қой бұл жерде. Мен бетім ғана емес қой. Бүкіл менің денем болсын, жаным болсын, көрдіңіз бе? Ақылым болсын, арым болсын, бәрін дінге қарай бұруым керек. Сол сияқты бұл жерде неге айтып жатырмыз? Жаңағы иқама деген сөз айтып жатырмыз. Бұл бір үйренген нәрсеңізді тіршілікте қолдану, өмірге енгізу. Мысалы сіз бір кітап оқыдыңыз, кітап оқу. Ал енді кітапты не істеу керек? Сіз өміріңізге енгізбесеңіз, онда не үшін оқып отырсыз? Мен намазды не үшін оқып отырмын? Өміріме енгізу үшін. Қалай ол намаз жамандықтан, арсыздықтан тыятын болса, мен не істеймін? Енді өмірге екі жаққа сәлем беріп шыққан кезде, енді мен тіршілікке араласпаймын ба? Солай ғой. Соны практикаға асыруым керек па? Соны иқамату сала деп айтамыз. Бұл жаңағы дінді сақтау деген әңгімеге келеді, о басындағы. Жалпы намаздың функциясы деп айтсақ та болады. Намаздың функциясы. Мысалы, оразаның функциясы не? Ол тәнді аурудан сақтау. Және де жанды да аурудан сақтау. Сондықтан хадис айтады ғой, суму тасиху деп айтады. Ораза тұтыңдар, сау боласыңдар дейді. Сау болу деген не? Біз тәнді де ғана ойлап жүрміз ғой. Ол тән ғана емес. Бұл жерде жанды да, немесе бірінші жан. Бұл жерде айтылған хадистің мағынасы. Көбінесе көп мұсылмандар осыны тән деп ойлайды да. Ораза тұтыңдар, сау боласыңдар деп айтты. Демек, біздің асқазанымыз демалады, бәлен деп айтады. Жоқ, ол ғана емес. Ол бергі беті, оның жұрттың бәрі біледі оны, саяз беті ол.
терең мағынасы әрине аят пен хадис терең мағынасымен келген, ол саяз мағынасымен ешқандай келген емес, терең мағынасымен келген. Өйткені ол дін ғой, көрдіңіз бе? Олай болатын болса, бұл көбінесе жанға қатысты. Мысалы, сіз 11 ай бойы тыйылмаған бір жан ауруларыңыз болуы мүмкін. Біреу жайлы жаман ойлайсыз, орынсыз әрекет жасайсыз, содан тыйылу. Ол тәндік емес, ол жанның аурулары. Сонда жандарында, тәндерінде сау болады деген сөз ғой. Ана бізге де көп келеді ғой, жаман ой келе береді, жаман ойдан қалай құтыламын деген. Сол бір енді оразаның да бір кілті сол. Ол Құранда ораза деген бар ғой, өзі екі мағынада келеді ғой. Ораза деген біз білетін ораза, шариғаттағы ішіп жемнен тыйылу мәселен. Одан бұрынғы мағынасы, ол тілдік мағынасы, немесе кең мағынасы, ол жамандықтан тыйылу мәселен. Көрдіңіз бе? Ол ашу болсын, немесе бір адам қатысты жаман ой пікірден, жаман сөзден тыйылу. Ол жайлы аятта айтады ғой, жаңағы Хазіреті Мариям ұлы Исаны көтеріп келе кезде, босанып көтеріп келе жатады қауымына қарай. Сонда ол кісі айтады ғой: «Инни назарту лир-рахмани сауман фалан укаллиму ал-йаума инсия». Инни назарту лир-рахмани саум. Саум деген ораза. Мен бүгін ораза тұттым дейді. Сондықтан бүгін адам баласымен сөйлеспеймін дейді. Сонда анау тұрмысқа шықпаған қыз бала көтеріп келе жатса, адамдар қалай ойлайды? Дұрыс ойламайды енді, әрине. Қалай оны айыптайды? Енді ол сонша жұртқа, бір ауылға қарсы тұра алмайды ғой, Мариям жалғыз өзі. Және де қолында көтеріп келе жатқан нәрсе бар. Ол жаны қыз, әйел емес, сол біреудің. Енді ондай дауға қалай қарсы тұрады? Ондай дауға қарсы тұра алмайтындығын білгендіктен не істейді? Мен ораза тұттым дейді. Неден? Дауласудан. Адам баласын сөйлеспеймін дейді сондықтан. Жаңағы қауым қанша не айтса да, қалай айыптаса да, мен сөйлемеймін дейді. Сол ораза. Сонда дұрыс емес сөзден тыйылу, Ол да ораза. Ол да ораза. Яғни енді дұрыс емес сөз, былай айтқан кезде дұрыс емес сөздің салдары көп қой негізі. Мысалы, басқалар біреуге бір нәрсе айтады, дұрыс емес, оған жауап бересің. Жеңдім деп ойлайсыз, немесе жеңіп тастадым, сөйлетпей тастадым, сөзбен жеңдім деп сіз қуануыңыз мүмкін, бірақ ол қуану бос қуану. Көрдіңіз? Бос қуану жайлы Құранда да айтады, Абай атамыз айтады, біз бос қуаныппыз дейді, екінші қара сөзінде. Бекер қуаныппыз дейді. Немесе қуансаң қуан сол кезде деп айтады. Ол дұрыс қуану. Құранда да сондай бір дұрыс қуану бар, бұрыс қуану бар да. Екі түрлі қуанышты айтады аятта. Жаңа айтып жатырмыз ғой, адам дұрыс сөйлемей, дауласып, соны жеңетін болса, өзі бір марапат сезім қалады. Бірақ ол құмарлық, дұрыс құмарлық емес та. Өйткені оның келе жатқан ризығына да қатысты. Мысалы, мен біреуді жаңағы дұрыс емес сөзбен жеңіп кететін болсам, сол жерде мен хақсыздық боламын да. Сол кезде не болады? Менің жаңағы арым сақталмай қалады. Мен оны білмеймін. Көрдіңіз бе? Маған белгілі емес қой, білінбейді. Кейбір адамдарға енді әрине жан азаптануы мүмкін. Ол кірленген ар келе жатқан ризыққа да кедергі болады. Сондықтан жаңағы ескі кезде біздің ата-әжелерімізде бір ісінде жасаған практикалар бар. Ол не істейді? Жаңағы ұл, қыз немесе жалпы перзент берілмеген кезде халық үлкен бір әулие тұтатын, пір тұтатын адамдардың қабіріне қарай барып, сол жерде бір күн қонып, сөйтіп келеді, келгеннен кейін жаңағыдай не болды? Босанады. Сондай бір жағдайлар бар енді, оның тәжірибеде бар ғой, қазақ халқының тәжірибесінде көп ондай. Бұны неге айтып отырмыз? Бұл да адам ораза тұтады сол кезде, келіншек. 1-2 күн бойы анау көрші әйелдермен,
сөйлеспей қояды ғой. Енді ол әулиенің басына барды емес па, қабірдің басына. Ол кезде өз-өзімен қалады да. Өзімен қалған кезде адам өзінің ішкі әлемімен сөйлесе бастайды. Mesela есеп бере бізде бастайды. Мариямда сөйтті ғой. Хазірет Мариямда қыл өтте қалды ғой бір уақыттарда. Сол сияқты ғой. Бұл бір практикада болған. Енді қазір дінімізде бар деп айтпай ақ қояйын, енді ол көп дау болып кетпесін. Бірақ не істейміз? Жалпы үйренетін нәрсені айтып отырмыз. Демек, осы 5 зәрулікті адам жүйелеп, түсініп, басымдық беретін кезде, уақытта, басымдық беретін жағдайда басымдық беретін болса, адамның тіршілігі сапалы болады негізінде. Оның дамуы, жетістігі көп болады. Біз неге жетпей жүрміз? Мысалы, осынша жердің үстінде отырып, осынша байлықтың үстінде отырып, осы сыртқы себептерді айтпаған күннің өзінде адам өзіне өзгеруі іштей болады, сырттан емес қой. Өйткені Құранда не деді? Бір қауым өзіндегіні өзгертпесе, өзін жанындағы өзгертпесе, оның жағдайын Алла Тағала өзгертпейді деп айтты. Сондықтан біз осынша ресурстардың байлықтың үстінде отырып, неге кедей болып отырмыз деп сұрақ қоятын болса адамдар, ол біздің жанымыздағы өзгерістер болу керек негізінде. Соны өзгерткен кезде біз ресурсты, жаңа Қазақстанның байлығын біз игере, қолдана, пайдалана бастайды екенбіз. Енді жалпы сөзін ашығы керек негізі. Мысалы, біз неге дамымаймыз, біз неге бүйтпейміз деген бүкіл адамды жинап алып, міне деген күннің өзінде де олардың білімі жетеді деп ойламаймын мен. Қазір осы әңгіме мысалы жоқ былай деп маған қарсы шығып кетуі мүмкін. Мысалы шынымен солай ғой негізі. Біздің ғылымда, инновацияда, жалпы кез келген ғылымда біліміміз өте таяз ғой мысалы. Бірақ адамдар жаза береді, жаңағы пікірге әрбір нәрсенің астына жаза береді. Неге бүйтпейді, неге сөйтпейді, неге бүйтпейді, неге сөйтпейді, неге бүйтпейді. Сол бүйтпейді, сөйтпейді деген көп болса 1 миллион адам шығар, бірақ 1 миллион адамды жинап, міне осындай ресурс, міне осындай деп 3 бағытты бер. Бір нәрсе шығады деп ойламаймын өзім. Ал білімді адамдар үндемей өздері тындырып жатады. Мынандай бір ақиқат бар да. Өзі пікір жазғыш адамдар бар ғой. Фото салса да, бейне салса да, таныса да, танымаса да бір пікір жазғыш адамдар бар. Ұра береді ғой. Өзі кедей адамдардың әрекеті ғой негізі. Кедей адамдардың дағдысы деп айтады оны. Кедей адамдардың дағдысы жаңағы өзінің қасынан өткен сөзге жауап береді ғой. Сөз айтқан кезде басынан сөз жасамайды дейді ғой. Ол жаман мағынасында. Анағанда жазады, мынағанда жазады, пікірді жаза береді. Сөйтіп ол жалпы кедей адамдардың әрекеті болып саналады. Ал кедей адамның әрекетін жасаған адам шынында да тапшылықта, кедейлікте өмір сүреді. Үй түрсе де, шиқылдаса да барлығына жауап беріп өтті негізі. Ол жақсы үрдіс емес негізі деп жатқам ғой. Ол айтпағым бір белгілі адамды таптау емес. Жалпы приоритет қой, енді біздің айтпағымыз ұстаздың жалпы бұл бүгінгі тақырыбымыз приоритет. Мысалы, сізге ол нәрсе қажет емес пе, оны не үшін істейсіз? Мысалы, сіз ол былай екен, ол былай екен. Жоқ, сіз жаңа айтқан өзіңіздің дініңізді, арыңызды, малыңызды, ақылыңызды сақтайтын, қорғайтын және оны дамытатын ең басты нәрселердің бірі. Дамытып өсіретін нәрселерге приоритет беру керексіз, яғни басымдық беру керексіз. Мысалы жалпы былай қысқаша айтқан кезде енді осы біздің қысқашамыздың өзі біразға созылды. Дегенмен біраз ақпараттарды да келесі түсірілімде айта жатармыз. Құрметті оқырмандар, баршаңызға пайдалы болсын дейміз. Каналға тіркеле отырыңыздар, пікір жаза отырыңыздар. Пайдалы болсын, сол ақпаратты көпшілікке бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңызда маңызды. Сұрақты қойып отырсаңыздар болады жалпы пікірдің астына.